қамын алға, біз қазақпыз. Бізге әңгімең бар ма, сен білесің бе? Қазақтарға секірме, сені екі сөз күтеді. Отты же. Бұл өлең жолдары көпшілікке таныс, әсіресе 90-99 жылдар аралығында туылған менің замандастарыма. Бұл туындының авторының бірі, топтың жарқын мүшесі Қанат Мырзағұлов, лақап аты Play Dog, не себепті 15 жылға түрмеге тоғытылды. Ол өзінің түрмедегі жолдауында халыққа не деп үн қатты. Бұл видео аты аңызға айналған қазақ рэпінің іргетасын қалаған ДМХ тобы жайлы болмақ. Бізді тыңдаңдар, сыйламайтын адамдарды қырыңдар, жойыңдар. Қазақтарды сыйламаса, лучше пусть гробу лежит. Жаны тәтті болса, забьется и дрожит. Мен сізге айтатын сөзім, қазақ тілді ұмытпаңдар, орыстарын, жаргондарын көп айтпаңдар, бірақ керек кезде айтып қал. Үндемей тұрма, мен қазақпын. Маған әңгімең бар ма? Өз уақытында бұл трек кәдімгідей шулатқан еді. Дәл осы туындыдан кейін сол кездегі көптеген қазақ жастары шабыттанып, қазақ тілді рэп жасауды қолға алған болатын. Трекке келер болсақ, өз уақыты үшін өте сапалы әрі кәсіби түрде жасалған. Авторлық әуен, бит, анық бастырылған, артынша дұрыс өңделген дауыс. Ал енді топтың тарихына көшейік. 1995 жылы Батыс Қазақстан, Маңғыстау аймағы Маңғышлақ өңірінде ДМХ аталатын жасөспірімдерден құралған қылмыстық топ пайда болады. 2000 жылдан бастап жігіттер рэппен айналыса бастайды. 2001 жылы өздерінің алғашқы хиті қазақша стиль синглын шығарып, кейіннен 2002 жылы алғашқы концерттерін қояды. Сол концертте алғашқы альбомдары да жарық көреді. Топ орысша және қазақша, кейде екі тілді де араластырып айтатын. Все началось с того, что нас ужасно понесло. Очень уж понравилось нам тратить легкое бабло. Слушайте, ребята, я расскажу вам все, как на самом деле это все произошло. ДМХ тобының атауы бұл қысқартылған аббревиатура. Долина маленьких хулиганов деген мағына береді. Топтың құрамында Play Dog, шын есімі Қанат, Black Boy, шын есімі Түгел, Long Beach, шын есімі Мұрат, және қайырма айтатын Айнұр есімді Бикеш болған. Және топтың біраз туындыларының әуендерін жасаған, дыбыс жазу жағынан көмектескен DJ Арысты ұмытпау қажет. Топтың шығармашылығының басым бөлігі гангста рэп, яғни қылмыстық рэп жанрында жасалған. Арасында лирикалық және патриоттық туындыларға да көңіл бөлінетін. Қазақстан, менің елім, сүйікті ғаламаттар, тәрбие алған жерім, есімім Қара Түгел. Айтайын, суықты түрген жанды сөзбенен қиратайын. ДМХ тобының дүрілдеп тұрған кезі шамамен 2011 жылға дейін. Қазіргі таңда топ өзінің жұмысын тоқтатқан. ДМХ тобы қазір қайда? Білуімше Black Boy, яғни Түгел өзінің туған қаласы Ақтауда, қазір отбасылы адам. Мұратта тура сондай жағдай. Айнұр жайында өкінішке орай ақпарат жоқ. Ал Play Dog'тың, яғни Қанаттың тағдыры қиындау. Мен білетін ақпарат бойынша Play Dog 2000 жылдардың ортасында түрмеге түскен. Салам всем арестантам ИВС, большой салам вам лично от меня. На зоне ИВС много места, но погулять здесь все равно нельзя. Сидим мы в хате, номер 2 и 9, играем в карты, песенки поем. И с нами в хате есть узбек с киргизом. Живем мы в этой хате семером. 2011 жылы шыққан. А самое дорогое в жизни — это свобода. Одно к одному. Содан кейін дәл сол жылы қайтадан қамауға алынған. Стою на середине зала, бабки на кармане, вокруг толпа мусоров со стволами. Отвечаю, пацаны, меня бы расстреляли, если бы не вышел я с поднятыми вверх руками. 2019 жылы Play Dog'тың түрмеде түсірілген жолдауы ғаламторға шықты. Видео Қазақстанның көптеген ауқымды Instagram пабликтерінде жарияланды. Видеода Қанат берілген 10 жыл жазасының 8 жылын өтеп тастағанын және өзінің қауіпсіздігі төмен мекемеге ауыстырылғанын айтты. Вот дали 10 лет вот за это вот зала суда, всего лишь из-за одной ошибки, которую не надо было делать в жизни. Вот уже, как говорится, 8 лет прошло. Сейчас в данный момент в учреждение минимальной безопасности меня перевели. И только сейчас я начинаю уже понимать, что все это было только зря.
все эти всякие, вот скажем, предрассудки эти ненужные. Нет. В тюрьме здесь нечего делать. Молодежи особенно касается. В тюрьме делать нечего. Здесь она только, человек становится больным, она и нервы, и все, и здесь вообще делать нечего. Так что всей молодежи Казахстана, города Актау, я хочу от души сказать, чтобы лучше уж спокойно жить, работать, честно зарабатывать деньги свои, и ни на какие преступления не лезть, и совсем с уважением относиться к окружающим, к обществу. Само собой, патриотизм, любовь к родине – это наша родина. И здесь надо нам, как бы, наоборот, распространять человечность нашу, как бы, взаимопонимание, сплоченность среди людей, среди нашего народа. Это я вот хочу сказать молодежи, то, что я на себе испытал сам лично. Плейдоктың өмір сүру тәсілі әрине ешкімге үлгі болмауы қажет, бірақ Плейдог мен білетін санаулы тру рэперлердің бірі. Тру, яғни нағыз, ол гэнгста рэп, бандиттік өмір жайында тректерінде айтып қана қоймай, сол өмірді шынымен де сүрген. Қысқаша айтқанда, сөзіне ісі сай. Мысалға шетелдерде қаншама рэпер бар. Рэптерінде бандит, гангстер, клиптерінде қолдарында қару. Алайда шын мәнінде олар ондай өмірді көрмеген. Тағы да қайталап айтам, Плейдогтың өмір сүру тәсілі ешкімге үлгі болмауы керек. Керісінше ол жасаған қателіктерді жасамауға тырысу қажет. Дәл қазіргі сәтте Плейдог бостандықта деп үміттенем. ДМХ тобына респект. Барлығына өмірде де, өнерде де сәттілік тілеймін. Осымен біздің видео тәмам достар. Арнаға тіркелуді, лайк басуды, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпайық. Және де комментарийге қазақ тілінде рэп жасайтын қандай рэперлерді білесіңдер, солардың аттарын жазып кетіңдер.